Мынау біздің жиылған себебіміз оңтүстік облысы Төле би ауданы, оған қарасты Алатау елді мекен округі. Мынау біз көптен бері көпшілікпенен атсалысып жүрген мына аздағырым, кішкекірім жайылым мәселесі еді. Осы жайылым мәселесінен қазіргі ізденіп атқанымызға осы көпшілікпенен бір ел болып көп уақыт өтті. Содан ешқандай нәтиже болмай тұр. Біз енді мынау ауданның әкімінен ешқандай нәтиже шықпағаннан кейін мынау жоғарғы орындарға сіздерге көмек сұрауға ұсыныс беріп отырмыз. Осы көпшіліктің атынан, елдің атынан, аздағырым кіші ғана бір осы елді күн көретін малын, жайылымын барлығын өздері өз меншіктеп алып қойған жеке меншік есебінде. Ал бұл қарапайым халық не істесін енді? Не қылу керек? Сол үшін сіздерден жәрдем сұраймыз осы. Сіздердің атындарыңызға осы өтініш айтып отырмыз. Елменен, осы көпшіліктің атынан сөйлеп отырмыз. Осы азын-аулақ балаларға ешқандай мүмкіншілік бермейді. Ешқандай жақсы нәтиже шығармайды. Осы халықтың нәтижесін шығаруға сіздерден көмек сұраймыз. Біздің елімізге Толыбаев Әлшер деген мырза келген. Басында Толыбаев Әлшер бізден осы халықтан 6 сотық жер сұраған. Профилактория салам деп. Осы елдің менде қазақтың қара көз жігітімін ғой деп сұранып келгеннен кейін, осы қарияларымыз бар, жастарымыз бар, сол азаматқа 6 сотық жер бергенбіз. Бүгінде сол 6 сотық жерден 250 гектарге шейін жетті. Ол басында сөз бергенде осы аймақтағы 150-200 жұмысшы алам деген. Түсіндіңіз ба? Бұл өйткені қазір күнде олың несінде профилакториясында 800 адам жұмыс істейді. 800 адам жұмыс істегенде оның ішінде 10-ы ғана Қазақстанның азаматы да, қалғанының бәрі Өзбекстаннан келген. Сонда бізге берген сөзі қайда? Әлшер Толыбаевтың. Және де мына біздің айтайын дегеніміз, ол біздің жайылымызға, яғни госактысы бар жерімізге, заңды жерімізге қол сұғып, былайша айтқанда наглый захват дейді ғой жерді. Сөйтіп жерді баса көктеп алып, талқадап қиратып жатыр. Біздің қарияларымыз, және жастарымыз барып арызданамыз жоғары жаққа деп айтсақ, ол бізге жауап берген сөзі, маған десең президентке жаз, одан кейін Америкаға жаз, одан кейін Путинге жаз деп келеке мазақ қылады. Сонда бұл шығарып жатқан заң қартабан халық үшін ба, сонда Әлшер Толыбаевқа заң жүрмей ма? Соны осы жоғарыда отырған азаматтардан, жоғарыда билікте отырған азаматтардан біз халықтың зарын, мұңын тыңдай ма деген оймен мынау видеоролигімізді сіздерге жолдап отырмыз. Бала шағам бар, мен отырғызып қоямын жолға. Халық көтерілмек. Рас қой, сен үйтіп күлме. Сабырлы болақсың. Осынша адамды адам орнына санап тұрған жоқсыз сіз. Тыңда. Мына беті де менікі. Өзі бар ғой, несі бар? Ода жұмысым жоқ. Бар ғой. Бар өкіметтен сұра. Мен Шаңғабаздан сатып ағам мен оны. Біз жерден өтеміз, бол. Өтеміз. Өкіметіңе бара бер. Өтеміз. Мен құдаймын деп отырмын, сен құдаймын деп отырмын. Халықтың жолы ғой, Әлшер. Халықтың жолы ғой. Қауда жайылымыз бар, егістігіміз бар. Осы жақпен өтіп қалай өтеміз? Суды бұруға барамыз, қалай өтеміз? Халықтан асып кетпейді ғой. Тас қоям ба, бетон құям ба, сенің онда жұмысың Қалай бетон құямайсыз ба бетон? Сен баяқ қойшы айналайын. Құдай деп сөйле бірінші. Мен 2 рет су алып кетті. Мен соған дайын болып тұрмын. Айтсын да не айтпайды. Марат, сен тұр. Айтсын да қал. Төле би ауданы Қайнар ауылында тұрамын. Мен многодетная мама, 14 бала асырағам. Туғам, жарық дүниеге келгем. Менің жалобам мынандай, короче. Біз житель тек қана тауынан күн көреміз, малынан күн көреміз. Содан біздің тауымызды Толыбаев Әлшер герой болып шықты берді. Мұрқат етпейді бізді, стариктарды. Тауды алып қойыпты. Жайылым бәрін алып қойыпты. Біз сол жайылымға үмітіміз малды жайып, малды сатып, сөйтіп күн көреміз. Шалдар айтыпты.
Biz qarab oturmaymiz. Biz arızdanamız. Дальше пойдем dese, ol aytıptı. Mağan desең, ministrga var, mağan desең, Америкаға бар, маған десең, ну, в общем, президентка бар депті. Сонда ол не? Ему можно жить богатому человеку, біз сияқты старухалар аштан аш өліп қала берсін ба, малсыз. Не, сонда бір сиыр ұстаймыз да соның үстін ішеміз, болды ма? Нет. Бізге де сонда заң жоқ па бізге? Бізге государство қарамай ма, помощь бермей ма? Заң тек қана қара халыққа ғана заң, сонда Толыбай Әлішерге заң жүрмей ме? Қара халыққа заң бар, сонда байларға заң жоқ па? Что хотят, то и делают, да? Не болды сонда біздің өміріміз? Толыбай Әлішер деген мырза мынандай табиғаттың тағы өсімдіктердің бәрін жұлып талқанын шығарып, жердің бәрін қазып, боз боранын шығарып тастағанын көрдіңіздер ме? Қандай күйге түсірген мына жердің бәрін? Кеп-тегіс әдемі жерді талқанын шығарып жатыр. Бұл халықтың жайылымы, бұл жерде халықтың госактысы бар бұл жерде. Халықтың жайылымы деген госактысы бар, СТК-ның жері мынау. Толыбай Әлішер деген мырза бас салып, осы жердің бәрін талқанын шығарып тастады. Мына көрдіңіздер ме? Не деген бәле мынау? Не деген нәрсе мынау? Госактың үстінен бас салып талқанын шығарып жатқан мынау, көрдіңіздер ме? Заң жоқ па? Иә. Бұған заңға бағынбайтын адам ғой бұл. Өзін қалталы азаматпын, дәумін деп санайды. Мына көрдіңіздер ме? Не деген машқара мына жердің бәрі? Көрдіңіздер ме? Құдайдан қорқпайтын адамның тірлігі мынау. Заңға бағынбайтын. Заңға бағынбайтын адамның тірлігі ғой мынау. Не енді мынау? Табиғат талқандап, қиратып, мұнан бәрін жыртып. Көрдіңіздер ме? Не істеп тастады мұнан бәрін? Не деген машқара мынау? Сәлде болса халықтың санасы керек қой бұл. Бұлақ көздерінің бәрін жапты. Біздің сонда малымыз қайдан су ішеді? Бұлақ көздерінің бәрін жапқаннан кейін. Таудың өткелдерін жапқанын айтсаңыз, міне біздің өзіміз қайдан аламыз судың күйін? Тау өткел жолдардың бәрін жапты. Сонда біз қалай малды айдап өтеміз? Қалай жолдың бәрі жабылғаннан кейін? Осы жайында біз жоғарғы азаматтардан сұранамыз. Халық қатынан сұранамыз. Төле би ауданы Нысанбек Қайнар ауылының тұрғындары мынау Толыбай Әлішер мырзаға қатысты жолдың бәрін жауып, мал айдайтын жол жоқ. Жайылымыздың бәрін қоршап алған, және мына септиктің боқсыздіктерінің бәрін біздің өзеніміздің суына ағызып жатыр. Сол жайында мына халық наразылық білдіріп жатыр. Халық наразы соған. Бұл жайылымды қалай беріп жатыр, кім беріп жатыр, қай уақытта алған, оны бұрыннан аңғымы болып жатыр, білмейсің. Бір күні қарасам, сол жердің қасына барып, біреу таңсап атқанда барсам, менің бүкіл документім дайын дейді, ауылымыздың басында мал шығара беретін жерден біреулер құрсын күні үй салатыр дейді, біз жерден қой. Соны ауыл қарап отырама барады ғой. Сөйтсем мен бұл жерді алып қойған бүкіл документім дайын жерінен істеп жатыр. Ол жерді қашан алды, кімнен алды, қай уақытта алды, ол білмейді. Қазір біздің жағдайда қай жер біздікі, қай жер басқанікі екенін білмейді. Былтырғы жылы осы біраз ауыл ел болып жүріп, мемлекеттік ақты алған ауыл округі бойынша. Бұл біздің жайлауға деп еді, бұл қияқтың мен еді, ақ егістеп жайлау жайылымға енгізбейді екен деді. Сөйтіп маған жауап берді. Сөйтсем сол қияқтың өздері бөлді. Алатау. Ал сәнді ертің күні қайдам шолар ағаш бәрі осы төсте жылқыларының бәрі. Сол жайлау мұна қияқты мұна жайлы бар. Егер ол жайлауымызды айырылсақ, біз сонда ауылда малымызды шығарамайды. Ал енді біз, мен енді осының елдің атынан карьер ретінде осы айтып сіздерге жеткізіп отырмын. Меніңше біздің мынау жаңағы жігіттер осы әңгімеге
қанағаттанады ғой деймін. 6 ай болды жүгіріп жүргенімізге. Осы уақытқа дейін аудан әкімі сөз бергеніменен жеке қабылдауына қабылдамайды. Осы мәселе бойынша бүткіл ақпарат құралдарының Қазақстан елбасыларының құлағына жетсе екен, біздің жан айқамыз, халық жан айқамыз көңіл бөліп, біздің дауымыз шешіп берсе екен, халыққа жан ашса екен, осы сайлау алдында осы елбасыларына, елдің тізгінін істеп жүрген азаматтарға құлағына салса екен деп сіздерге сұраныс білдіреміз көпшіліктің атынан.